Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бауырсақтың рецебімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға сүт, одан кейін суымызды, бір жұмыртқаны, ерітілген сары майымызды, ашытқымызды, тұз қосып және қант қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне аз-аздан ұн сала отырып қолмен қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырдың үстінен бір ас қасық сұйық май қосып, тағы да илеп жібереміз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағат уақыт қойып аламыз. Міне мен 1 сағат қойып алдым, нанымыз көтерілді. Енді ұн себе отырып, осы нанымды жайып аламын. Нанды жайып болғаннан кейін дөңгелек етіп немесе 4 бұрыш етіп кесіп, барлығын дайындап аламыз. Және қызып тұрған майымызға салып, екі жағын кезек-кезек аударып, қызарғанша пісіріп аламыз. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет.